Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздер бүгін қазақ тілі сабағынан бастауыш пен баяндауыштың арасына қай кезде сызықша қойылатыны туралы өтетін боламыз. Кеше біздер естеріңізде болса бастауышпен жеке тақырып таныстық, одан кейін баяндауышпен таныстық. Енді бастауыш пен баяндауыштың арасына қай кезде сызықша қойылады, сол туралы бүгінге бір тақырып берілген екен. Соған назар аударайық. 54-ші қоңырауша 102-ші бет. Бірінші мына мәтінді тыңдайық. Астанадан 6 шақырым жерде құлагерге ескерткіш орнатылған. Ескерткіш Астана Көкшетау тас жолының бойында тұр. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Ақан 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады. Бұл жерде әуес деген сөз жұлдызшамен беріліп тұр. Оқулық артынан қарап алсаңыздар да болады, немесе қатты ынтық болу, соған назары ауу, сол туралы әуес деп айтылады. Құмарлану, соған құмар болу. Бұның ішінде құлагер деген әрине жылқының аты. Ақан сері өзімізге танымал әйгілі әнші. Ол домбырамен де жақсы ойнаған, өлеңге, әнге жастайынан құштар болған сондай адам, соның аты болған. Сол аттың аты әрине құлагер. Жануарға қойылған ат бас әріппен жазылады. Сол құлагерге байланысты ескерткіш қойған екен. Қай жерге қойылған? Астана Көкшетау тас жолында тұр екен. Мәтіннен өзімізге қажетті ақпаратты қарап аламыз. Егер ізденімшіл қасиеттеріңіз жақсы болса, қазір барлығы қол жетімді. Интернет арқылы құлагер ескерткіші деп қарасаңыздар, іздесеңіздер, ізденсеңіздер тіпті жақсы. Енді осы мәтіннің ішінде қарамен берілген сөздер бар. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Осы жердегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талдауымыз керек. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Бірінші бастауыштан анықтаймыз. Бұл жердегі сөйлемдегі бастап тұрған әрі кім, не дейтін сұрақтарға жауап беретін әрине құлагердің. Ненің мүсіні? Құлагердің. Құлагердің бұл жерде бастауыш болып тұр. Құйылған, не істелген? Құйылған. Яғни бұл жерде баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Келесі сөйлемде де құлагер сұрақ қоямыз. Не? Құлагер. Әйгілі ақан серінің тұлпары. Ақан серінің несі? Тұлпары. Бұл жерде тұлпары зат есімнен жасалған баяндауыш болып тұр. Сол себепті екі бастауыштың арасына, екі бастауыш пен баяндауыштың арасына үлкен сызықша қойылып тұр. Мына жаттығуларға да бір қарап жүрейік. 14-ші жаттығу, сөйлемдерді оқы. Әділет, оқушы. Әділет кім? Бастауыш. Оқушы. Әділет кім? Бұл жерде баяндауыштың қызметін атқарып тұр, бірақ зат есім болғандықтан оған кім дейтін сұрақ қойылады. Әділет не істеді дейді? Әділет оқыды. Бұл жерде сызықша қойылмайды, себебі сұрақ оқыды іс әрекетті білдіріп тұр. Мына жерде баяндауыш зат есімнен жасалып тұр, мында етістіктен жасалып тұр. Баяндауыш зат есімнен жасалып тұр, биші, мына биледі, не істеді. Жеміс зат есімнен жасалып тұр, пісті, не істеді, етістіктен жасалып тұр. Яғни сөйлемде бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалатын болса, онда оның арасына сызықша қойылады. Мына астында бізге ереже берілген, осы ережені мұқият есте сақтаңыздар, жаттап алыңыздар. Бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалатын болса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, әмір, күйші. Алматы, сәулетті қала. Түсінікті деген ойдамын. Бұл көп кездеспейді мәтіндердің ішінде. Кейде бір сызықша арқылы тауып алуға болады. Ол үшін 15-ші жаттығуды орындайық. Мақалдардың қатесін түзеп, көшіріп жаз. Көбіне мақалдарда одан қуат, отбасы, шуақ.
мақалдардың араларында сызықша қойылады. Яғни бұл жерде біріншісі бастауыш, екіншісі баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Бірақ зат есімінен жасалған баяндауыш. Сол себепті арасына сызықша қойылады. Мына жерде сызықшалар қойылмай кеткен. Сол сызықшаларды қою арқылы үш мақал мәтелді көшіріп жазамыз. Отан сызықша қуат, отбасы сызықша шуақ, мектеп сызықша кеме, білім сызықша теңіз, ас атасы сызықша нан. Осыны көшіріп алыңыздар әп-әдемі қылып. Содан кейін 16-шы жаттығуды орындаңыздар. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді оқы. Қасқырдың қаруы, мына жерде берілген сөздің біреуін қоясыз. Есектің қаруы бірдеңесі, бүркіттің қаруы бірдеңесі, жыланның қаруы бірдеңесі. Осы жердегі 4 адасқан сөзді орындарына қойып, мына сызықшалар не үшін қойылғанын өздеріңіз түсіндіру керексіздер. Яғни жап-жаңа ғана айтып кеттім. Қай кезде сызықша қойылады, соны өздеріңіз түсінсеңіздер тіпті жақсы. Үйден 15-16 жаттығуды жазып, ережені жаттап, жазған тапсырмаларыңызды OKEDOS-ке жүктеңіздер.